Бүгінгі біздің ашық сабағымыз кинотеатр форматында өтеді. Яғни өздеріңіздің топтық тапсырмалардың барлығы киноға байланыстырылады. Сол үшін сендерге билеттер таратамын. Билетімізді алып, бірінші қатарға, екінші Аян, Аяру, Аяжан, Ақбота, Нұрдан, Нұрдан, Айымжан, Назым, Жандос, Ана. Информацияны тексеру мақсатында сұрақтар қойылады. Соған жауап береді. Түсіндік қоя? Кімде бар дейді? Қолымызды көтерейік. Жауап берейік. Таңет, альфа, бөлім, екран. Қайсы? Синус, екі альфа. Дұрыс, молодец. Келесі. Айрысап, қосыңыз бізде. Катагенскі. Қайсы? А, Б, С. Немесе ағылшын тілі. Соңғысы. Косинус екі альфа. Өте оңай. Бізде жастарыңыз іште тұрған косинус жақсы, қайталау сұрақтарына жауап бердік. Бірақ малдар формуланы қайталаймыз, ұмытып қаламыз. Үлкен дәптеріңізді ашып кеңіздерді жақсы. Бізде тригонометрияға қандай формулалар айтады? Бізде жасампаздық және жаңашылдық айы, ал мектептің есептілігі тірегі. Сол есепті құрастыру арқылы сендер суретті орналастыру керексіңдер. Алдымен есептің жауабын дәптерімізге жазамыз, сосын пазлды сәйкестендіріп құрастырамыз. Яғни суретте әр топта әртүрлі кино шығу керек. Түсініп қоя? Жауаптармен сәйкестендірген кезде есептің берілгенін шығару жолын дәптеріне жазыңдар. Маған кезде жақсы. Бастаңдар. Шығарымыз. Әлбісі шығарып. Альфа-ның орнына не тұрсыңдер? Дұрыс сөйлей бөлісіңдер. Так, екеуін бастап екеуін тақтаға шыға қойыңдар. Косинус екі альфа формуланы қай жауап бар, соны не сатып аласыңдар? Попкорн сатып аламыз, я? Қазір тапсырма. Екеуінің жауабы. Не қатысыңды? Қосын. Таңен сенің неге қатынасы? Сосын? Бөл
Басқа? Синустың? Бірінші топта бірінші оқушы есепті болса қаламыз. Ешқандай да есепті Ал? Жоқ, математика әртүрлі. Мына жақпен бірдей иә. мен соған шарт қойсам Шарт қолданбағанда өзің. ананы ма? Егер тақтадағы есепті бірінші шығарса, артына үш балл есеп, иә? Тағы Бересі нәрсе көбейту. Все, бұны алма башқа соң. Я просто екі көбейту деп сосын астына артта бітіру. Апай меня болды әнде. Басқа есеп. Альфа, я? Она научится разбираться. Косинус альфа орда нешеге тең? Косинус 2 альфа болса альфа нешеге тең болады? Қайттан? Косинус осыдан нешеге тең болады жауабы? 2-ден түбірасы 2-ге тең. Қалыңдар, я? Екінші топ нешеге тең? Квадрат, үшіншісі 2-ден 1, төртіншісі. Төртіншісіне суреттен шешікті. Турасы 2 бөлген 2. Турасы 2. Алты жағы ең соңғы шығарған бізде әлі жағы есебі, иә? Жүрді жұмыс мектептерге орнайды, иә? Екіде синус, 2 альфаны табу керекпіз, иә? Бізде синус пен косинусқа қатысты қандай ереже бар еді? Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер 2-ден 1. Басқа? Синус квадрат альфа, косинус квадрат альфаны қоссам? Нешеге тең болады? Синус квадрат альфа, косинус квадрат альфа. Жоқ, оған дейінгі өткен формуламыз. Бір, молодец, Әлжан. Яғни сол арқылы ықшамдап шығарамыз, иә? Екінші есепте синус 2 альфа. Бізде синус 2 альфаның ашылу формуласы бар ғой, иә? 2 синус альфа. Иә, 2 синус альфа, косинус альфа. Сол екеуін бір-бірінен азайтып, ықшамдап жауап жазамыз. С деңгейі кішкене күрделі. Синус альфа плюс бета. Бұл бізде қандай формулаға жатады? Қашан өттік? Бірінші формула, иә? Дұрыс, молодец. Келесі 6-шы есепте дәл сондай. Кімде жоқ?
Типа. Екі синус альфа көбейту косинус альфа. Синус екі альфаны формуламен ашамыз. Формула. Я косинус екі альфаның бірінші бөлшекті шығарған кезде бізде синус квадрат альфа деген жауап шықты. Екі синус альфа, косинус альфа дұрыс. Енді дальше жалғастырып. Не қалып тұрсың? Минус біз берген жазамыз. Я. Ничего казать? Я. Значит, этим вот. Разделили так. Хотя бәрін шығартып, жауап аламыз. Екеуі қандай? Екі синус альфа, косинус альфа. Надо да түсінбеді. Бірдеңе даже не бар. Сенде мынау мен мынау оқисың. Мынау мен мынау жойылады. А мына екеуі жойылса плюс болса жойыламайды. Қай жерде көрсетші ма? Косинус екі альфа дейді. Қайсысын аласың деймін? Сонда бірмен бір жетеді. Бірде төрттен үш. Бізде төрттен үште қайсыдан бірден шығады? Төрт шығады. Шығады? Екі. Сонда бөлшек қандай болады? Екіден бірісті үш. Молодец шығамыз. Бізде сонда жаңа жауабын тапты. Косинус альфа тең екіден бірісті үш. Молодец. Кешеге тең болсын мен? Иә. Өте танымал теория қандай? Сосын? Сосын? Пи-2 сосын? Ал тригонометрияны жақсы көрудің жеті себебі қандай киноға ұқсас? Қандай кинодан алынған үзінді? Жақсы көрудің жеті себебі деген ғашықпын саған. Ол неге байланысты? Алматыны жақсы көру, иә? Енді бізде алгебра болғасын, тригонометрияны жақсы көрудің жеті себебі сендерге айтып шығайын. Бірінші ол міндетті түрде өмірде қолданылады, логикаларын дамиды, есептеуде шығармашылық ойларын қалыптасады. Формулалар өте әдемі, иә? Бәрі бір-біріне байланысқан, әрі қызықты. Физикамен байланысты, IT және инженерияда керек. Ең бастысы қайда қолданамыз? Ертең 9 класты бітірген кезде емтиханда. Сол үшін мамыр айындағы емтиханға осы формуланың бәрін жаттау керек. Бүгінгіде отырмаймыз, қайталаймыз. Келесі енді жеке жұмыс. Мына сканер арқылы бірден тексеріп беремін. Сол арқылы балдарымды айтамын. Ернар, үшінші топ, маған қараймыз. Әр жерде мысалы бірдің жауабы А болса, А-ны бояңдар. Екі болса, тез бояп шығыңдар. Қазір уақыт өтті деп айтамын. Бұл жеке жұмыс істейді. Не, әркім
барып шаршап кеткен шығарсыңдар. Қазір тыңдаймыз. Нәтиже бізге көптеген әндер жасап беріп жатқан интеллект. Жаңа бағалауды орындатып қоя, аты жөніңді конкурдың артына жазыңдар.